Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге Алдик Pro Code. Және біз бүгін Python курсымыздың 3-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз сандарға қолданатын арифметикалық операциялар және print функциясымен танысамыз. Жалпы сабақты бастамас бұрын бізде программалау тілдерде математикадағы сияқты бүкіл арифметикалық операциялар бар, бүкіл сандардың түрлері бар, жәнегі сандар, бүтін сандар, үтірі бар сандар бар. Print деген қарапайым функция, ол деген мәнді, осы жерге жазатын, жақшаның ішіне жазатын мәнді, ол экранға немесе қара терминалға дейді, соған шығару. Мысалы үшін сәлем, менің атым Алдияр дейік. Осыны жазсақ, бізге қараңыздар, мен run деген несін басам, кнопкасын. Маған астында көріңіздер қара экранда жаңағы нәтиже шығатын терезе деп аталады. Мынау код жазатын терезе. Біліп алыңыздар, достар, мынау код жазатын терезе, мынау нәтиже шығаратын терезе. Мынауын басқан кезде біз код жазған кодымыз нәтижеге шығарады, нәтижесін. Ал қараңыздар, біз бастық, және бізге сәлем, менің атым Алдияр деген нәтиже шығарды. Көрдіңіздер ғой? Print деген функция, ол қарапайым функция, ол басқа ештеңе істемейді, тек қана осы жақша тұр ғой, мен жақшаның ішінде жазған заттарды ол шығарады қара экранға. Бұл жерде біз тек қана мысалы осындай нәрсені ғана емес, сөздерді ғана емес, сандарды шығарсақ болады. Мысалы 5, бәрібір әртүрлі 5 болсын, 5,5, 5,3 деген сияқты сандар шығара береміз. Жалпы бұл жерде print функциясына бәрібір не жазсаң да, оның жалпы мақсаты тек қана бірдеңкені шығару. Енгізген затын. Енді достар, жалпы арифметикалық операцияларға келетін болсақ, бұл жерде математика сияқты қосу, көбейту, бөлу, азайту деген сияқты бүкіл операциялар бар. Мысалы 5 қосу 5,2 дейік. Осын біз копировать етсек, мысалы көбейту бар, азайту бар, бөлу бар. 2 рет бөлу, қазір түсіндірем не ол. Және қалдықпен бөлу. Және мынау 2 рет көбейту, ол қазір түсіндірем. Қараңыздар достар. Қараңыздар достар, біз бүкіл бар арифметикалық операциялар жазып шықтық. Бұл жерде қаратсыңдар, біріншісі қосу, көбейту, азайту, бөлу. Мынау дегеніміз, 2 рет бөлу дегеніміз, ол қалдықсыз, яғни бүтін санын ғана алады. Бөлген кезде тек бүтін санын ғана алады. Ал мынау қалдықпен бөлу тек қана қалдығын ғана алады, шыққан қалдығын. Ал мынау 2 көбейту дегеніміз, ол дәреже деген сөз. Мысалы, мына жерге мына 5 санның 2 дәрежесін жаздық. Бәрі бізге 5 сан 3 дәрежесі жазуға болады, 5 сан 4 дәрежесі жазуға болады. Главное түсіну керек, что мына жерде 5 деген ол бізге керекті сан, а мынау 2 деген оның дәрежесі. Яғни 5-тің 2 дәрежесі. Енді осыны орындасақ, қараңыздар. Біріншісі 10-2, 26, және де қараңыздар. Бұл жерде тек 10 ғана емес, теріс сандарда бола алады. Бұл кәдімгідей қарапайым калькулятор сияқты. Бұл да бәрін есептейді. Мынандай сан шықты, 3, 1, 25. Көрдіңіздер ғой? Осында арифметикалық операциялар істеуге болады. Жаңағы айтқандай, үтірі бар санмен де, үтірі жоқ бүтін сандармен де істей аламыз. Енді достар, тағы да бір айтып кететін зат, мынандай нәрсе бар. Осы тырнақша деген нәрсе бар. Тырнақшаның ішіне жазған заттың бәрі мәтін болып саналады. Яғни программа оны мәтін деп көреді, и бұл мәтіндермен сіз арифметикалық операциялар істей алмайсыз. Тек қана шығара аласыз. Қандай да бір мысал үшін қандай да бір сөз жазсаңыздар да болады. Және тағы бір айтып кететін зат, қараңыздар достар, мынаны біз егер принтті бұлай жазып, жақшаның ішінде егер біз 5 қосу 15 десек, бізге не шығарады бұл? Көрдіңіздер ме? 5 плюс 15 деп шығарып тұр. Жаңағы айтып кеткендей, программа бұны мәтін ретінде көреді, бұны есептемейді. Демек,
Сіз мынандай нәрсені көрсеңіз, ол значит мәтін, и бұл мәтін ішінде жазатын заттар, ол арифметикалық операцияға жасауға болмайды олармен. Сондықтан егер сізге қосу операторын орындау керек болса, онда сіз 5 плюс 15 деп жазасыз. Өзі сізге шығады. Ал достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгін біз сандардың түрлері, арифметикалық операциялар және print қарапайым функциясымен таныстық. Сабақ ұнаса лайк басып, подписка жасаңыздар және келесі кездескенше сау болыңдар.